Сырты осындай қытырлақ, ал іші жұп-жұмсақ болып шығатын пирожкидің рецептін іздеп жүрсеңіз, осы рецепт сізге арналады. Ең алдымен қол күймейтіндей ыстық сүттің үстіне қаймақты, тұзды, өсімдік майын қосып араластырамыз. Оның үстіне ашытқыны салып, жақсылап еншікпен араластырамыз. Оның бәрін бірден салып, қолға жабысатындай жұп-жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз осындай болғаннан кейін сұйық майды қосып, тағы да бір қайтара елеп аламыз. Қамырды елеп алғаннан кейін бетіне өсімдік майын жағып шығамыз. Ыдыстың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа жібереміз. Мінекей қамыр 1 сағаттың ішінде осылай жақсы көтеріліп шығады. Қамырды кішкене зуала бөліктерге бөліп дөңгелетіп аламыз. Тарелканы жақсылап майлап, әрбір зуаланы майланған тарелканың үстіне қойып, бетін жауып 5 минутқа тындырып қоямыз. Мен салмасына картошка пюрені қолдандым. Картошканы пісіріп, дәміне қарай тұз бұрышын салып, жақсылап езіп аламыз. Қамырды қолмен осылай жұқалап жаямыз. Қамырдың үстіне салмасын салып, шеттерін жабыстырып, дөңгелек форматта түйіп аламыз. Әрбір түйілген пирожкиді құрғақ матаның үстіне теріс қойып, бетін жауып 5 минутқа тындырып қоямыз. Баяу отта қызып тұрған майға екі шетін қызартып қуырамыз. Пирожки тез пісіп кетпесін, баяу отта қуырыңыздар. Мінекей сырты қытырлақ, ал іші жұп-жұмсақ өте дәмді пирожки дайын болды. Өте дәмді болып шығады, сіз де міндетті түрде дайындап көріңіз. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.